Нұх сүресі. Рахман, әрі аса рахымда Алланың атымен бастаймын. Біз Нұхты, басына жан төзгісіз азап келмей тұрғанда, қауымыңды ескерт деп, өз қауымына пайғамбар ретінде жібердік. Ол, уа халқым, шүбәсіз мен сендерге жіберілген анық елшімін. Менің айтарым бір Аллаға ғана құлшылық етіңдер. Оған шын көңілден тағзым етіп, қарсы келуден сақтаныңдар, һәм маған бағыныңдар. Соның құрметіне Алла осы күнге дейін істеген кісі ақысынан тыс күнәларыңды кешірсін, әрі сендерге мерзімді уақытқа, яғни ажал сағаты соққанға дейін тіршілік етуді нәсіп етсін. Шүбәсіз Алланың кесімді уақыты келгенде, яғни Алла кескен ажал сағаты соққанда, ол әсте кейінге шегерілмейді. Шіркін, соны білсеңдер ғой. Ақыр соңында, Нұх пайғамбар дін жолындағы ғасырлар бойы толастамаған тынымсыз насихаттан кейін, былай деп жалбарынды. Уа Раббым, халқымды күн түн демей, хақ дінге шақырдым. Алайда менің шақыруым, оларды ақиқаттан тек одан сайын алыстата түсті. Мен оларды өзіңнің кешірміңе бөленсін деп, хақ жолға шақырған сайын, олар саусақпен құлағын бітеп, шапандарына бүркене түсті, һәм ұдайы қасарысып, көпірлікте табандаумен әрі көкірек керіп, дандай сумен болды. Содан соң оларды хақ жолға ашық үнмен, екпінді сөзбен де шақырып бақтым. Содан кейін ашықтан ашық үндеп те, жасырын әрі арнайы түрде шақырып та көрдім. Және де оларға, Раббыларыңнан күнәларың үшін кешірім тілеңдер, өйткені ол, құлдары қанша жерден күнәға батса да тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді дедім. Алладан кешірім тілеңдер, төбелеріңе аспаннан нөсерлетіп нұр жаудырсын, сендерге дүние мен бала шағаны молынан берсін, һәм сендер үшін бау-бақшалар өсірсін және өзендер ағызсын. Сендерге не көрінген? Неліктен Алланың ұлылығының алдында бас имейсіңдер? Оның ұлылығынан неге именбейсіңдер? Шүбәсіз, ол сендерді кезең-кезеңімен қалыптан қалыпқа келтіріп жаратты. Алланың жеті қат көкті бір-бірімен қалай жымдастырып, қат-қабат етіп жаратқанын көрмеймісіңдер? Сондай-ақ ол жеті қат көкте айды, күнге шағылысқан жарық нұр, күнді шуақ шашқан шырақ қылды. Ал сендерді бейне бір өсімдік өсіргендей жерден өсірді. Сөйтіп сендерді өздеріңе тән ерекше кейіпте жаратты. Кейін сендерді қайтадан топыраққа қайтарады, және сол топырақтан сөзсіз қайта шығарады. Ал жерді сендер үшін кеңінен жайылған төсеніш етті. Жер бетінде таулар мен алқаптар арасында даңғыл жолдармен емін-еркін жүріп тұрарсыңдар деп, жерді кең байтақ етіп жаратты. Ақырында Нұх, қауымының ішіндегі қыңыр кәпірлердің иманға келуінен үміт үзіп, Раббысына былай деп жалбарынды. Уа Раббым, расында олар маған ұдайы қарсы келді. Мал дүниесі де, бала шағасы да өзін қып-қызыл зинаға батырғаннан басқа түкте пайда бермейтіндердің, қайырсыз, бақытсыз бай шонжарлардың соңынан кетті. Тіпті ел жұртты мен үгіттеген хақ жолдан қайтару үшін не бір үлкен қулық сұмдыққа барып, не бір адам айтқысыз тұзақтар құрды. Һәм ел жұртты өз құдайларыңнан безуші болмаңдар, әсіресе Уәд, Суағ, Яғус, Яғуқ және Нәсірден баз кешпеңдер деп үгіттеді. Сөйтіп олар көп елді тура жолдан адастырды. Ендеше уа Раббым, соның қарым ретінде, бұл залымдардың адасуын тек одан сайын арттыра түскейсің. Ақырында күнәлары себепті, жаппай суға батты һәм алапат отқа тасталды. Сонда олар, Аллаға қарсы тұрып, өздеріне қол ұшын беретін ешкімді таппады. Нұх, жер әлемді жайлаған алапат топан судан кейін, дұғасын былай түйіндеді. Уа Раббым, жер бетінде кәпірлерден бірде-бір адам қалдырма, өйткені оларды тірі қалдыратын болсаң, құлдарыңды тура жолдан тайдырады,
және тек өздері секілді көргенсіз әрі шектен шыққан кәпір бала табады. Уа Раббым, мені, ата-анамды, мүмін ретінде табалдырығымнан аттаған әрбір жанды, һәм күллі мүмін ерлер мен мүмін әйелдерді кешіре көр, ал залымдарды одан бетер құрдымға батырғайсың.